Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз қазақтың ұлттық тағамын жен дайындаймыз. Ол үшін талқан, қант, сары май және мейіз керек болады. Егер сізде қант ұнтағы болмаса, кәдімгі қантты қосуға болады. Бірақ оны сары маймен ертіп аламыз. Содан кейін жуып кептірілген мейізді қосамыз. Сары майымызды ертіп алып, осы массамызға біртіндеп құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді кез келген форманы алып, жентімізді тығыздап саламыз. Ең соңында осы формамызды тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қоямыз. Міне уақыт өткеннен соң біздің хош иісті, дәмді, әрі пайдалы десертіміз дайын болды. Құрамында өте көп пайдалы микроэлементтер бар. Біздің ағзамызды жасартып, тері, тырнақ және шаштың денсаулығына жауап береді. Осындай дәмді әрі пайдалы десертті міндетті түрде дайындап көріңіз. Егер осы рецепт ұнаса, каналыма тезірек жазылып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Келесі рецепті бірінші көретін боласыздар.